Бірінші есеп. Міне, биылғы жылы тип болып жатқан есептердің бірі. Міне, осы типтегі есептер келіп жатыр. Қазіргі таңда пробныйда да келіп жатыр. Көп оқушылардың миын ашытып қойған есептердің бірі. Қараңыздар, бұл типтегі есептерді қалай шығарамыз? Бірінші соған тоқталайық. Қараңыздар, 123 және 217 деген сандарды пайдаланып, мен қалай алып шығарам деген көп оқушыларда осындай сұрақтар туындады. Егер біздің курста оқыған оқушылар болса, бұны четко қалай шығарылатынын біледі. Ал енді бұл есептерді алдын шығарып көрмеген оқушылар болса, онда мынандай бір лайфхакпен шығады екен. Мынау 123 деген санды біз 3 таңбалы сан деп ойламауымыз керек. Неге? Өйткені біз оны жеке-жеке қарастыруымыз керек. Қараңыздар. 1, 2, 3. Міне, 1, 2, 3 деген сандарда, енді осы сандарды бір-біріне қосып шықсам, 1, 2, 3 деген сандарды қосып шығатын болсам, менде 6 деген сан шығады. Ал енді 217 деген санды да бөлек-бөлек қарастыратын болсам, 2 қосу 1 қосу 7. Сонда одан 10 шығады екен. Сонда мынау үшбұрыштың белгісі осы екі санды бір-біріне көбейт деген белгі екенді. Сонда 10-ды көбейтіп жіберсем 6-ға 60 шығады екен. Мынау теңнің қалай шыққанын түсінікті ма бәрімізге? Түсінікті болса плюс емесе зор деп қойып комментарий қойып жіберсеңдер түсініп жатырмыз. Сонымен, енді ол басқаларына орындала ма? Дәл соны тексеріп көру керек та. Демек, келесі жағдай. 3 қосылған 2 қосылған 4 деп отқанымыз ол бізде нешеге тең болады? 9-ға тең болады екен. Ал 5 қосылған 1 қосылған 2 дегеніміз бізде тең болады екен нешеге? 8-ге. Сонда 8-ді 9-ға көбейтіп жіберсем, мінекей 72 деген сан шықты ғой. Ал енді соңғысын дәлелдеу біз үшін қиын емес, я? Не істейміз? 6 қосу 1 қосу 7 дейміз. Бұны көбейтіп жіберсе, қосып жіберсек бізде 14 шығады. 1 қосу 1 қосу 3 дейміз. Бұны қосып жіберсек бізде 5 шығады. Сонымен 14-ті 5-ке көбейтіп жіберсем бізде қандай жауап шығады екен? 70 деген жауап шығады екен ғой. Сонда 70 деген жауабымыз бізде Б нұсқасында дұрыс көрсетілген екен. Түсінікті ма? Түсінікті ма, жігіттер, қыздар? Мінекей, ертең таңтары ботыда дәл осы есеп кеп жатса, мүлде таңғамаңдар. Өйткені нағыз ботыда кеп жүрген есептердің бірі да. Осындай есеп кеп жатса, бетіп шығарып жіберетін әдетке айналған. Түсінікті ма? Кеттік бар қарай, жалғастырамыз ба? Go ма? Так, түсінікті болса, я, плюс, болмаса смайликті аямай қойып жіберіңдер. Кеттік онда. Go дейді айтуған. Кеттік онда айтуған. Келесі. Екі егіз сандардың КБТ деген. КБТ деген түсінбей қалдым ғой. КБТ деген не еді ол? КБТ деген не еді балауса түсінбейді. Түсінбей қалдық қой. Кеттік бәрін таста дейді. Болды. Кеттік бәрін таста. Дәлші кеттік онда. Так, тамаша. Келесі. Екі егіз сандардың қосындысы 24-ке тең дейді. Осы сандардың көбейтіндісін мәнін табыңыз дейді. Айырмасы 2-ге тең жай сандарды егіз сандар деп атайды екен. Айырмасы неге тең дейді? 2-ге тең болатын жай сандарды егіз сандар дейді екен. Жай санның не екенін білеміз ғой, я? Үш жерде отырған, по-моему, бәрі білетін шығар. Жай сан не екен, я? Жай сан бірге және өзіне бөлінетін сандар. Қара, 7 және 5 деген сан ол бізде жай сан ғой. Осы екеуін бір-бірінен азайтып жіберсем, онда менде қанша қалады? 2 қалады. Демек, 7 мен 5 деген сан бізде егіз сандар деп аталады екен да. Егіз сандар деп аталады екен. Ал енді қараңыздар, дәл осындай олардың қосындысы 24-ке тең болатын қандай егіз сандарды білеміз деген сұраққа жауап берейік. Ол егіз сандар 13 және 11 деген сандар. 13-ке 11-ді қосып жіберсең қанша шығады? 13-ке 11-ді қосып жіберсең қанша шығады бізде? 24 шығады. Ал оларды азайтып жіберсек бізде қанша шығады екен? 2 шығады екен. Міне, осы екеуі бірге егіз сандар екен да. Енді осы егіз сандардың көбейтіндісін табыңыз дейді. Ал енді 13-ті 11-ге кім көбейтіп береді маған? Қанша болады 13-ті 11-ге көбейтіп жіберсем? Бәрі айтып жатыр екен, түсінікті болған сияқты. 143 болады дейді. 143 ол бізде С нұсқасында дұрыс көрсетілген екен. Кім егер жай сандар тақырыбын мықты меңгерген болса, егер есептің мәтінін дұрыс түсінген болса, онда мына есеп оған дым қиын емес та.
алдағы уақытта қаңтар роботы да келіп жатса, онда шығара аламыз. Ердос, не болды, түсінбей қалдың ба? Жылап жатыр ғой арасында Ердос. Кейбіреулер ойланып жатыр. Егер түсінбей жатсаңдар, чатта айтыңдар, ағай, чотам, мен түсінбей жатырмын ғой деп. Мінекей Жібек ойланып жатыр, чота түсінбеді ау деймін. Кеттік бәрін таста дейді ғой балауса, түсіндік дейді ғой. Так, жазыңдар, ағай түсінбей қалдым дейді. Бәсе сөйтіп жазыңдарса, жігіттер, қыздар, түсінбесеңдер, сөйтіп жазыңдар. Бүгінгі эфир пайдалы болу үшін беріліп жатыр сендерге. Қаңтар роботыға бір қадам жақындау үшін беріліп жатыр. Қара. Екі егіз сан дегеніміз не? Бірінші, осыған қарайық. Бізде егіз сандар дегеніміз, ол қандай да бір екі жай санда, қандай да бір осы екі жай, тағы да тура осындай бір есеп шығарыңыз дей ма? Кеттік онда, тағы да тура осындай бір есеп шығарайық. Енді, осындай бір есеп шығаратын болсақ, мынаны өшірейін мен, мынаны өшірейін. Тура осы есеп емес, енді осы сияқты бір есеп шығарайық. Қара. Екі егіз санның айырымы, яғни егіз сандар дегеніміз, айырымы екіге тең болатын жай сандар. Түсінікті ма? Айырымы екіге тең болатын жай сандар, ол егіз сандар екен. Қандай да бір дейді, екі егіз санның қосындысы 36-ға тең дейді. Сол егіз сандардың көбейтіндісін тап дейді. Мысалы, жай сандар бізде қандай сандар? 2 деген жай сан, 3 деген жай сан, 5 деген жай сан, 7 деген жай сан, 11 деген жай сан, 13 деген жай сан, 17 деген жай сан, 19 деген бізде қандай сандар? Жай сандар. Енді осы жерде 2 мен 3 егіз сан емес. Неге? Өйткені мен 3-тен 2-ні азайтатын болсам, 2 қалмайды, 1 қалады. Ал ол егіз сан болу үшін, олардың айырымы 2-ге тең болу керек та. Сонда қара, егер мен 5 пен 3-ті алатын болсам, олар егіз сандар. Неге? Өйткені оларды бір-бірінен азайтсам қанша қалады? 2 қалады. Мысалы, 7 мен 5 егіз сандар. Неге? Өйткені оларды бір-бірінен азайтатын болсам 2 қалады. 11 мен 7 егіз сан емес. 11 мен 7 егіз сан емес. Неге? Өйткені олардың айырымы нешке тең болады? 4-ке тең болады. Ал енді бізде қандай екі егіз санның қосындысы 36 болады? Қарап көрейікші. 17 мен 19 дейді. 17 мен 19. Кәні 17-ні қосатын болсам 19-ға, онда менде қанша шығады екен? 36 шығады екен. Ал енді 19-дан 17-ні азайтсам 2 қала ма? 2 қалады екен. Міне, бұл екеуі егіз сан екен. Ал енді осы екеуінің көбейтіндісін сұрап жатыр да бізде. 19-ды 17-ге көбейтіп жіберсек қанша болады? 323 болады дейді. Молодец. Енді бұның жауабы 323 екен. Ал мынаның жауабы бізде 143 шығып еді. Чотам, енді түсінікті ма? Түсінбей жатырмын дегендер жоқ па? Түсінікті ма бәрі? Осы сөзге де үйреніп қалдық. Басында чота түсінбей жатырмын, ағай түсінбей жатырмын деп черет С жазады да, сөйтіп. Ағай олимпиадада келуі мүмкін ба дейді. Олимпиадада келуі мүмкін айтуған. Олимпиада деп айтпақшы, алтын түлекке қатысып жатқан оқушылар болса, онда бір күні жақсы бір эфир арнап жіберем ау деймін. Сол алтын түлек еді ау деймін, ненің өткізіп жатқан. Так, неге анық көрінбей тұр? Анық көрінбей тұрса, онда мені прикрепить етіп қойшы. Прикрепить етіп қойсаң, сонда анық көрінеді. Алтын түлектен қадалып шықтық деймін. Неге қадалып шықтыңдар? Бір күні алтын түлектердің бір есебін талдап береміз. Чисто MC-ға ол жерде. Түсінбей жатырмын, голосуй жіберші дейді. Мәссаған. Кеттік онда. Түсініп жатырмын дейді. Тамаша. Түсінікті болып деген ойдамын. Кеттік па? Кеттік онда. Мәссаған. 103-ке жетіппіз ғой. Ризамын. Давайте. Достарың шақырыңдар. Егер класстастарың болса, математикалық сауаттылықтан қиналып жүрген оқушылар болса, сілтемен тарап жіберіңдерші. Кірсін. Бір 200-ге ұрып тастайықшы оқушылардың санын. Все, кеттік. Келесі есеп. Мұқият қарайық. Көрініп тұр деген ойда мен қатты сығып жермеген сияқтым, үлкендеу қылып. Түсінбедім дейді. Саған түсінбесең енді кім дейді? Мейірхат ау деймін. Мейірхат, ертең сол топта отыр, мен сілтемені жіберем. Сол сілтемені абдуши бір қарап көресің, видеоны қарап көресің. И мынау есептердің дәл осы PDF форматында жіберем. Соны да қарап көресің. Бүкіл не бойынша. Курстың бағасы қазір сәл көтеріліп қалды енді. Келесі есепке қарайық. Курстың бағасы туралы кейіндеу айтам. Бірінші есеп шығарып тастайық біраз.
Қараңыздар, бізде 5 факториал дегеніміз 120-ға тең дейді. Яғни соңында 0 цифрының саны 1 дейді. Енді білеміз ғой, 5 факториал дегеніміз ол 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4 көбейту 5. Бәрін көбейтсек 120. Яғни оның соңында бірақ 0 бар. Бірақ 0 бар. Түсінікті ма? Бірақ 0 бар екен соңында. Енді бізде айтады, 131 факториал дейді, неше нөлмен аяқталады дейді. Көрдіңдер ма? 131 факториал неше нөлмен аяқталады дейді. Енді дәл осыны табу үшін мынандай бізде арнайы бір лайфхак бар да, осы нөлдер санын табу деген. Мен сендерге осыны жақсылап бір үйретіп жіберейін. Қараңыздар, мұқият тыңдаңдар, қара. Жалпы неге бізде 120, яғни 5 факториал 120-ға тең, и оның ішінде бірақ 0 бар. Егер кез келген сандар қатарын жазатын болсам, оның құрамындағы 5 немесе 5-ке еселі сан, ол міндетті түрде 0-ді береді. Түсінікті ма? Мысалы 5-ті 4-ке көбейтсем, немесе 5-ті 2-ке көбейтсем, любой бір жұп санға тарс етіп көбейтсем, ол 1-0-ді береді да. Ал енді бұл жерде тікелей 5-ке қатысы болғандықтан берілген санды ең оңай лайфхак мынада жатыр. Яғни n факториал деген сан берілсе, осы n факториал деген санды 5-тің дәрежелеріне бөледі екен. Качество өлім болып тұр дей ма? Бәрінде сондай өлім болып тұр ма качество? Или интернет дұрыс демей атқандарда ма? Менде нәп нормально көрсетіп тұр. Качество менде анық көрініп тұр. Барынша өткенде де солай ағай геометриялық фигуралар кішкентай болып қалды деген екен, барынша үлкейтіп алған сияқты едім. Келесі жолы мына жердегі тұрған, өзім орында тұрған жерді алып тастап үлкен қыламау деймін. Айтпақшы, 5-не тағы да эфир өтейін деп жатырмын. Егер қатысам десеңдер, осы топта болыңдар, жақсы ма? 5 күні чотка тағы да бір нұсқа талдау болады 5 декабрьда. Так, ойын бөлініп кетті, ары қарай кеттік. Келесі, n деген санды 5-тің квадратына бөлемін. Одан кейін қосылған n деген санды 5-тің кубына бөлемін. И дәл осылай жалғастыра беремін. Дәл осылай жалғастырып кете беремін да. Сонда мынау тік жақша не үшін керек деген көп оқушыда сұрақ туындайды да. Бұл тік жақша бізде бүтін санды ал деген белгі екен да. Мысалы, тік жақшаның ішінде 7 бөлінген саған 2 деп келсе, онда 7 бөлінген 2 3,5 ғой. 7 бөлінген 2 3,5 да. Сен бірақ ол жерде 3 деген санды аласың. Тек қана бүтін бөлігін аласың. Міне, осы ережеге мен салам. Неге 5-тің дәрежелері дегенге айтайын. Кез келген санды 5-ке еселі санға көбейтсең, мысалы, жұп сандарды, ол нөлдерді береді. Мысалы, 5-ті 2-ке көбейтесің 10, 5-ті 4-ке көбейтесің қанша? 20, 5-ті 6-ға көбейтесің 30 деген сияқты да. Демек, n-нің орнында бізде 131 тұр. Сонда 131-ді бөлемін 5-ке, одан кейін қосамын 131-ді бөлемін 25-ке, одан кейін қосамын 131-ді бөлемін 125-ке. Сонымен, кім мықты кәні маған кім көмектесіп жібере алады? Эфир сақталады, әдия, міндетті түрде сақталады, и топқа мен жіберетін болым, осы топта болыңдар. Достарын шақыруды ұмытпаңдар. Ой, бұл 101 болып қаппыз ғой, 105 едік. Қайдан қараймыз? Нұсқа талдау деген топта болсаң, сол топқа ертең жіберем мен. Ертең примерно 11-дің кезінде жіберіп қоям. 131-ді 5-ке бөлеміз, қанша болады екен? 26 дейді, бүтін бөлігі 26 дейді. 131-ді 25-ке бөлеміз дейді. Сонда бізде 5 болады дейді. Одан кейін 131-ді 125-ке бөлеміз 1 болады дейді. Тек қана бүтін бөліктерін ғана алдым. Бүтін бөлігін аламыз. Мерейлім 26,2 ма? Тек 26-ны аламыз. Сонымен бәрін қосып жіберетін болсақ, 32 шығады дейді. Міне, 32. Қазір оны айтам. Демек, А деген жауап екен. Неге мен 125-ке дейін ғана бөлдім? Қара, менің n деген саным 125-тен сәл ғана үлкен сан. Ал келесі 5-тің дәрежесі 625 қой бізде. 5-тің 4-ші дәрежесі 625. Ал енді 131 деген сан, ол 625-тен кіші. Егер дәреже, яғни 5-тің дәрежесі берілген сан 5-тің 4-ші дәрежесінен кіші болса, онда арғарай алмаймын. Неге? 131-ді мен 625-ке бөлсем, онда менде 0 бүтін деген сандар шығып кетеді ғой. Все болды. Ол жерде 0 шығады.
маған 0 керек емес. Өйткені 0-ге қосқан ол ештеңені өзгертпейді. Түсінікті ма? Иә, 0 шықса смысл жоқ. Дұрыс айтасың, Наурызбек. 0 шықса ешқандай смысл жоқ. Түсінікті ма? Міне, ертең қаңтар ұбт дәл осындай есеп берген кезде шалқаларынан түсіп қадалып қалмаңдаршы. Жақсы ма? Оңғарағай осыны бір үйретіп еді ғой деп тұрып шығарсаңдар, өте тамаша болады. Мінекей, түсінікті деймін. Түсіндім дейді. Осындай сөздерге үйреніп қалдым ғой менде. Рахмет ағай дейді. Тамаша, кеттік онда. Кеттік, дәлші кеттік. Саған азайып бара тұрып қой. Кеттік, бәрін таста дейді, балауыз айтпақшы. Кеттік онда, бәрін тастайық, келесі есеп. Бактерияның есебі. Бактерияның есебінде бізде арнайы бір формула бар. Бактерияның есебінде арнайы бір четкий формула бар. Бізде xn тең x1 көбейтілген 2-ның n-1 дәрежесі деген. Так, маған неге экран көрінбейді дейді. Айғаным, прикрепить етіп қойшы өзіңде. Менің экранымды қуып жүріп ұстап ал да, басып тұрасын, прикрепить деген сөз шығады, соң қадап қойшы, сол көрінеді сол кезде. Түсінікті ма? Так, алтын түлектің есептерін таптың ба айтуған болса жіберіп қой. Бір күні отырамызда татыр тұтыр еткізіп талдап тастайық сол алтын түлектің есептерін. Так, сонымен дайын болсақ бастайық. Қараңдар, бактерияға байланысты бізде мынандай четкий бір не бар, формула бар. Осы формуланы білсеңдер, онда бұл есепті шығару қиын емес. Қараңдар, бактерия әр секундта 2-ге бөлінеді дейді. 2-ге бөлінеді дейді. Міне, сондықтан да мына жерде 2. Егер ол 3-ке бөлінетін болса, онда ол жерде 3 деп қоятын едік. Егер бір бактерияны приборға салсақ, 8 секундтан кейін олардың саны қанша болады дейді. Демек, бізде xn, яғни 8 секундтағын салу керек. x1 дегеніміз бірінші неше бөлікке бөлінеді? 2 бөлікке бөлінеді. Демек, x1-ге 2-ні қоямын, көбейтемін. 2 бөлікке бөлінеді. 2-ның 8 азайту 1 дәрежесі. Сонда x8 тең болады 2 көбейтілген 2-ның мінекей 7-ші дәрежесі. Түсінікті ма? 2-ның 7-ші дәрежесі. Ал бұл деген сөз 2 көбейтілген 128, ал ол тең болады сонда 256-ға. Демек, бұл жерде мінекей 256 деген жауап шықты. Міне, бактерияға байланысты есеп кеп қалса, четко мына формуланы қолдансаңдар болады. Логикалық есептердің бірі бұл. Көп оқушылар шатастырып қалатын есептердің бірі. Ойбай, қалай шығаратын едім деген сияқты. Түсінікті ма, жігіттер, қыздар? Алтын түлек есебін жіберіп қойыңдар жекеме. Мен оның бәрін бір қарап, оңай жолдарын бәрін чу-чу-чу еткізіп шығарамыз. 2 деген 2-ге бөлінеді деген сөзден шықты. Түсінікті ма? Егер 3-ке бөлінеді дейтін болса, 3 деп қоятын едім. Түсінікті ма? Бұл қаншаншы есеп? Бұл примерно бір 5-ші есеп шығар. Сақталады, сақталып тұр. Сақталады, топқа жіберіледі, PDF-де жіберіледі, барлығы жіберіледі. Түсінікті ма? 2 қайдан келді? 2-ке бөлінеді деді. Егер сенде 3-ке бөлінеді десе, 3 деп аласың. 4-ке бөлінеді десе, 4 деп аласың. Түсінікті ма? Түсінікті ма? Кеттік онда. Түсіндім дейді. Так, сонымен дальше кеттік онда. Келесі. 1-ден 220-ға дейінгі барлық натурал сандардың көбейтіндісінен барлық 5-ке бөлінетін сандарды сызып тастады. Қалған сандардың көбейтіндісі қандай цифрмен аяқталатын табыңыз дейді. Міне, былтыр біраз потолоктан құлаған есеп қой мына балалар. Мына есепті оқыған кезде, бұны есептеуге калькуляторда жетпейді ғой деді ғой. Калькуляторға да жетпейді деді ғой. МТ-да формуланы ұмытып қалатын шығар дейді. Егер формуланы ұмытып қалсаң, гүлім, осындай нұсқа талдауды көре бер, сол кезде точно не болады, жаттап аласың. 6-ма дейді, молодец Адина. Ойбай, кім еді? Мадина екен, кешір. Молодец Мадина, 6 болады. Ол қалай? Қараңыздар. Бұның логикасы неде жатыр? Осымен бір үйретіп жіберейін. Ертең алтын түлекте кеп жатса, жазып көрсетесіңдер. Қараңдар. 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4 көбейту 5 көбейту 6 көбейту 7 көбейту 8 көбейту 9. Стоп, осы жерден келесі. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18 и 19. Ары қарай жалғастыра берсем болады ғой, иә? 20, 21, 22, 23, 24 дүдүт, 30, 31, 32 дүдүт кете береді. Ары қарай жалғасып кете береді да. Сонда бұның логикасы неде? Қара. 5-ке еселі сан, мынау 5-ті өшіріп тастаймын. 5-ке еселі сан, мынау 5-ті и мынаны өшіріп тастаймын. Көрдіңдер ма? Сонда бұл точно нөлмен аяқталмайды. Өйткені 5-ке еселі сан болмаса, ол нөлмен аяқталмайды. Ал енді кімнің қолында калькулятор бар? Маған мынаны кім көбейтіп бере алады? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9-ды. Нақты жауабы керек маған. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9-ды. Кім көбейтеді? Қандай жауап шығады? Бар ма? Четко көбейтетіндер бар ма? Ал екінші бір кісілер көбейтіп берсін маған. Вот 5-ті көбейтпейміз ғой, Аружан, 5-ті көбейтпейміз. 5-ті көбейтпейміз дейді. 72.576 дейді. Так, сонда 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8-ді көбейткен кезде қанша шықты? 72.576 шықты ма? 72.576 шықты дейді. Демек, енді қараңыздар. Бұның логикасы неде жатыр? Келесі қара. Мынада ондықтар бар ғой. Мына ондықтарға қарамай тағы да 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9-ды көбейтсең, 9-ға дейін аламыз, 9-ға. Міне 9-ға дейін. Онда ол да соңы 6-мен бітетін сан шығады да. Яғни оның соңы тағы да 6-мен бітетін сан шығады. Өйткені мен тағы да сол 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 деген сандарды көбейтем. Оның алдында 10 болсын, 20 болсын, 30 болсын. Сонда барлығы немен аяқтала береді? 6-мен аяқтала береді. Ал енді 6-мен аяқталған 10 санды көбейтсем де, 20 санды көбейтсем де, даже 1000 санды көбейтсем де, бәрібір соңы нешпен аяқталады? 6-мен. Өйткені бізде ереже бар. 6-ның кез келген дәрежесі 6-мен аяқталады. 5-тің кез келген дәрежесі 5-пен аяқталады. Түсінікті ма? 1-дің және 0-дің де кез келген дәрежесі 1-мен 0-мен аяқталады. Демек, біздің жауабымыз Д екен. Бұны қатты бас қатырмастан, осындай қарапайым логикамен түк етіп түсіндіріп жүруге болады екен. Түсінікті ма? Түсінікті ма? Түсінікті дейді, түсінікті, тамаша. Тамаша. Кеттік ары қарай. Мен кеше осы нұсқа талдауды өткіземін деп, Петропавлдың біраз мектептеріне жіберіп едім. Бар ма Петропавлдан? IT-дан бар ма? 6-шы мектептен бар ма? 20-шы мектептен бар ма? Қалалардың мектебіне біразына жіберіп тастап едім. Биылға жіберіп едім. Әдия 6-шы мектеп дейді. Түсінікті дейді. Тамаша, Әдия, қош келдің. Дарын, иә, Ақжол ағайға жіберіп едім Дарыннан. Тамаша, тамаша. Биылдан бар ма? Іңкәр жіберді ма сендерге? Менің подругам отыр дейді. Биылдың 10-шы класстары бар ма? Адинаға жіберіп едім. Биылдан бар дейді Аяна. Тамаша. Тамаша. Кеттік онда. Мерей дейді. Тамаша, бар дейді. Қош келдіңдер онда. Дальше кеттік па? Дальше кеттік па? Кеттік. О, міне, жарнама осы жерде. Рекламный пауза дейді. Рекламный пауза. Математикалық сауаттылық курсы бізде жалпы 2 айлық курс. Бағасы қазіргі таңда 40 000 теңге. Бірақ осы курстан кейін сразу осы нұсқа талдауды скриндап алып, мен осы нұсқа талдауға қатыстым, осыдан тіркелгім келеді десеңдер, жеңілдік жасап точно тіркеп береді. Жалпы біздің курс 24 сабақтан тұрады. 25 сабақ басталу аптасымен бірге. Ол жерде бізде сырласу деген сабақ бар. Егер қиналып атсаңдар, сырласу деген сабақ бар. Осы жерде біз кездесеміз. Арамызда сырласуға келетін оқушылар көп бізде. Практикалық сабақ 2 рет өтеді. Біз практикалық сабақта нұсқа талдаймыз. Дәл осылай отырамыз. Мінекей бізде мерейлім бар, иә. Дәл осылай бір тақырыпты аламыз да жілік-жілігіне бөліп шығаратын боламыз. Түсінікті ма? Аптасына 2 рет. И жексенбі күні біз міндетті түрде сырласуға келеміз. Түсінбей жатқан есептерін қоржынға салып келесіңдер, и сол жерде отырып талдаймыз. Түсінікті ма? Сырласу болмаса қалаулым дейді. Так, бұл сырласу енді басқа нелерде, мысалы, осындай курстар бар ғой, ол жерде бар ма білмеймін. Басқа курстарда бар ма білмеймін. Бірақ біздің арнайы осы тарих мектебінің оқушылары үшін осы сырласу бар бізде. Кеттік онда.
8-9 жинап жатыр мағай пробныйдан. Молодец Мерейлім. И еще шүкір жақсы оразайым. Біз қазір нені жазып жатырмық? Геометрияның есептерін жазып жатырмын, видео сабақтар тағы да. И алдағы уақытта соны жіберем сендерге, мына тарих мектебінің сайтына қосып қоям. Сол кезде сендерде четко болады. Ағай мысыдан 9-10 жинап жүрмін дейді. Мә, балауса 98 жинадым дейді. Егер мысыдан 9-10 қазір пробныйда жинап жүрсең, ертең қаңтар ОБТ-ға барған кезде одан 1-2 балл сәл төмендеп жинап қалуың мүмкін. Сақталады Айша. Общий 24 дейді, ой 114 дейді Аружан. Ой, кілең мықтылар екен ғой бізде. Еще тарих бойынша сақталады, балауса сақталады, ойымдама. Жеңілдік бағасы қанша дейді. Осының бәрін скриндап ал да. Жаңа топта бізде Сымбат деген апай бар, болмаса Айым апайларыңа жазыңдар. Олар сендерге хабарласады и 40 мыңнан да төмендеу қылып сендерге четко қылып береді. Менің атымнан. Оңғарбай айтты деңдер, жақсы бір жасап береді. Келесі, егер сендер Қазақстан тарихымен бірге алғыларың келсе, онда комбо бар, 110 мың теңге. Яғни сендерде Қазақстан тарих, математикалық сауаттылық бірге жүреді. Оразбек ағайларың 50 видео сабағы бар, тақырыптық тесттер бар, тегін 1 жылдық доступ, бүкілі бар. Куратордың бақылауы да бар. Түсінікті ма? Егер тіркелгің келіп жатса, хабарлас и осы жеңілдіктерден пайдаланып қал. Так, ол жерде ДЖТ бар, Қазақстан тарих бар и математикалық сауаттылық бар. Математикадан 20-дан 20 жинап жүрмін дейді. Кеттік, міне. Келесі оқушылардың қадалған есебі. Болды, рекламный пауза бітті. Дальше кеттік. Так, оразағай бола ма дейді. Оразағай болады. Тымысы алып былтыр тастадым дейді. Ойбай. Жақсы, кеттік бәрін таста. Кеттік онда. Қараңыздар, мынандай есепте келді. Көрініп тұрмай. Былтырғы жылы біраз оқушыны қадап қойған. Биылғы жылы қадап қойған есептердің бірі. Осы типтегі есептердің бірі. Қараңдар. Сонда бұл есепті шығару үшін бізге нені білу керек? Қысқаша көбейту формуласын білу керек. Қандай қысқаша көбейту формуласын? А минус Б-ның квадраты деген. Ол бізде А квадрат минус 2АБ плюс Б квадрат деген формула болады. Сонда қараңдар, мына менде X квадрат, мынау 9, мынау X квадрат. Демек, менде мынаның екі жағын былай жинақтап, топтап жерсем, дәл осындай жағдай болады. Қара, X минус 3 бөлінген X минус 4 тең 0, я? Қараңдар, осын топтайым. X минус 3 бөлінген X тең 4. Енді мынау квадрат болу үшін, міндетті түрде оның екі жағын түк етіп квадраттап жеру керек. Түсінікті ма? Привет, Анел. Енді қосылып жатыр деймін Анел бізге. X квадрат, мінеке, бірінші санның квадраты, минус формуладағы 2 көбейту бірінші сан, көбейтілген 3 бөлінген X, одан кейін қосылған 3 бөлінген X-тің квадраты тең 4-тің квадраты менде 16 болады. Осы жерге дейін түсінікті ма? Яғы 7-ші кластың формуласы ғой, қысқаша көбейту формуласы. Осы жерге дейін түсінікті болса, онда қарандар. Мына бір X пен, мына бір X қысқарып кетеді. Жоқ десем дейді, еңілік не болды, қай жерін түсінбей қалдың? Так, сонымен, мына екеуі қысқарып кетсе, менде қалай болады, қарандар. X квадрат минус 6 плюс 9 бөлінген X квадрат тең болады 16-ға. Сонда қара, мынау минус 6 деген маған кедергі болып тұр, соны мына бетке аккуратно өткізіп жіберем. Сонда X квадрат плюс 9 бөлінген X квадратым 16 қосылған 6 болады екен. Ал енді 16-ға 6-ны қоссам 22 болады. Сонда мына өрнегіміздің мәні жай ғана 22-ге тең екен. Түсінікті ма? Жақшадағы қайдан шықты дей ма? Бізде қысқаша көбейту формуласы бойынша, мінеке, бірінші санымыз А, ол бізде А квадрат болады. Екінші, біз осы А мен Б-ны екке көбейтеміз. Үшінші, біз Б квадратты аламыз. Ой, бұл не болып кетті дейді ғой. Так, онда асықпай тағы да бастан бір көрсетейін. Мынаны өшірейін. Түсінбей атырмын дегендерге бір көрсетіп жіберейін. Қараңдар. Бұл есепті теңесе бірақ шығара білсең оңай дейді. Дұрыс айтасың. Қара. Бұл есепті шығару үшін мына бір формуланы білу керек. Мына жерге жазам, қара. А минус Б-ның квадраты деген қысқаша көбейту формуласын білу керек.
Ол бізде а квадрат минус формула 2 көбейтілген а көбейтілген б плюс б квадрат. Түсінікті ма? Бұл формула не үшін керек? Қараңдар. Бірінші x минус 3 бөлінген x азайту 4 тең 0 деген өрнекті аламын. Түсінікті ма? Енді осы жерде x минус 3 бөлінген x тең 4 деп 4-ті мына бетке өткізем. Плюс 4 болып өтті. Одан кейін маған бірінші өрнек x квадрат болу керек, екінші өрнек x квадрат болу керек, және 9 болу керек. Демек, мынау 9 болу үшін, мынау x квадрат болу үшін, мынау x квадрат болу үшін оны квадраттау керек қой. Бұл өрнек болғандықтан, мен қайтадан айтамын, өрнек болғандықтан оны жақшаға алып квадраттаймын. Ал мына бетте санның өзі тұрғандықтан оны жай ғана өзін квадраттаймын. Сонымен формула бойынша бірінші санның квадраты, бірінші сан менде x. Демек, x-тің квадраты, одан кейін минус, пай этапына түсіндіріп жатыр, мынау минус, түсінікті ма? Одан кейін формуладағы 2 көбейтілген а, тағы да бірінші сан, ол бізде x, көбейтілген b. b дегеніміз ол бізде 3 бөлінген x, көріп жатсыңдар ма? 3 бөлінген x. Одан кейін қосу, кейін бар b квадрат. Яғни b-ның орында тұрған сан менде 3 бөлінген x емес па? Сонда мен 3 бөлінген x-тің квадраты деп жазам. Енді түсінікті ма? Қалай ашқаным? Ал 4-тің квадраты 16 болады да қалады. Сонда қараңдар, x квадрат өз күйінде қалады. Мына жақтан жазайыншы. X квадрат өз күйінде қалады. Мінекей бірінші x квадрат. Одан кейін мына жерге мұқият қараңдар, қара. Мынау x пен мынау x қысқарады. Өйткені біз бұл жерде жай бөлшектердің қасиетін қолданып жатыр. Сонда менде 2 көбейту 3 қалады. 2-ні 3-ке көбейтсем 6 болады. 6-ның қаяқтан шыққаны түсінікті ма? Кеттік ары қарай. Енді 3-ті квадраттайым, 9 болады. X-ті квадраттайым, x квадрат болады. Тең 16. Мұқият қараңдар. Сонда бізде x квадрат плюс 9 бөлінген x квадратты қалдырамын, ал минус 16-ны келесі бетке өткіземін. 16 плюс 6. Сонда x квадрат плюс 9 бөлінген x квадрат тең болады екен 22-ге. Енді түсінікті ма, жігіттер, қыздар? Дәл солай өзі қала береді. Неге? Өйткені бізде именно осы x квадрат плюс 9 бөлінген x квадраттың бізде мәнін сұрады. Мінекей, барынша түсінікті қылып түсіндірген сияқтымын. Так, онда кеттік, бәрін тастама, ары қарай балауса бізбен бірге ма? Кеттік, балдау деймін, балауса да. Ары қарай кеттік. Мен жаңа оразайымды көріп қалып едім. Оразайым қалайсың? Келесі есепке қарай. b көбейтілген d 28-ге, a көбейтілген d 8-ге, b көбейтілген с 21-ге, a көбейту с 6-ға тең болса, бізге ab көбейтілген сд деген екі таңбалы санның жауабын тап дейді. Демек, бұл есепті страшный көрінеді. Бірақ ол страшный емес, қара. Жазып алайыншы, b көбейту d 28. Просто логика, да? a көбейту d тең 8. Ал енді b көбейту с тең 21, да? Сонда мына жерде b бар, мына жерде b бар. Сонда мен b-ны смело 7-ге тең деп аламын. Неге 7-ге тең деп аламын? Өйткені 28-дің де 21-дің құрамында да 7 деген сан бар, да? Түсінікті ма? Ал сонда мына жерде автоматты түрде d деген саным нешке тең болады? 4-ке тең болады. s деген саным автоматты түрде 3-ке тең болады. Ал енді a деген санды табу үшін қандай амал қолданамын деген сұрақ. d 4-ке тең ғой. Онда a деген санымыз нешке тең болады екен? 2-ге. Просто логиканы қосып, жай орындап көрдім. Сонда маған ab керек. ab дегеніміз 2, 7, 27 болады екен. Көбейтілген sd керек. 3, 4, 34 болады екен. Сонда 27-ні 34-ке көбейт жіберсем қанша болады? Мадина айтады бізде 918 болады дейді. 918 болады дейді. Тамаша, 918 деген жауапты жазып қоя салайын. Що там, түсінікті ма? Қиын емес па? Ай, барған сайын азайып бара тұрып қой, жарайды енді. Барына базар деп кеттік. Түсінікті ма? Кайф дейді. Тамаша. Просто логиканы қосамыз, тук етіп жүріп өтеміз. Қадам-қадаммен жүріп өтеміз.
67 айтуған 67 қайдан шықты? Так, кеттік онда. 67 адам дей ма? Иә, 67 адам қаппыз. Вот мынау есеп. Мына есептен көп адам кәдімгідей қадалып жатқан есеп қой. Осы есептің өткенде мен бір логикасын оқушыларға түсіндіріп жібергем. И осы нұсқа талдауға қосайыншы дедім ғой. Басқа адамдарда, басқа оқушыларда біліп жүрсін деп жатырмын ғой. Біліп жүрейік. Кеттік. Қараңдар. Берілген фигура неше тіктөртбұрыш бар дейді. Берілген фигурада неше тіктөртбұрыш бар дейді. Көрдіңдер ме? Енді бұны неше тіктөртбұрыш бар екенін санау үшін бүйтіп сызып шығу керек та оны. Мынау біреу, мынау екеу, мынау менде үшеу, мынау менде төртеу деп санап шығу керек. Иә, запись сақталады сен. Енді олай санап жүрсең, сенің өзің берілген уақытың өтеді де кетеді. Ал енді осының оңай, өте оңай шығару жолы бар екен. Дайынсыңдар ма? Кеттік, қараңдар. Бірінші, мына жерде 1, 2, 3, 4, 5 деп жазып аламын. Демек, менде бұл жер m болсын. M нешеге тең екен? 5-ке тең екен. Яғни қатар. Енді бағандарға қарайтын болсақ, 2, 3, 4, 5 деп жазып аламын. Сонда оны мен n деп алайын. Сонда n нешеге тең екен? 5-ке тең екен. Мұқият қараңдар. Өте бір тиімді формуласы бар. Бізде мынандай формула бар, қараңдар. m көбейтілген m плюс 1 бөлінген 2 көбейту n көбейтілген n плюс 1 бөлінген 2 деген әдемі бір формула бар. Неше тек төртбұрыш бар дегенде көмекке келетін формулада. Менде m бар мекен 5, n бар мекен 5, орнына қоям. 5 көбейтілген 5 қосылған 1 бөлінген 2 көбейту 5 көбейтілген 5 қосылған 1 бөлінген 2. Кеттік ары қарай. Сонда 5 көбейтілген 6 бөлінген 2 көбейту 5 көбейтілген 6 бөлінген 2. 5-ті 6-ға көбейтсем 30, 30-ды 2-ке бөлетін болсам 15, 15 көбейту 15 тең 225. Яғни мына берілген бір фигурада 225 тік төртбұрыш бар екен. Иә, бұл есепті шығару үшін четко формуланы білу керек. Қазір енді мен осы формулаларды жинағын істеп жатырмын. Формулалардың жинағын істеп жатырмын. Гауссның формуласы бар, сағат тілінікі, жаңағы не бар тағы да? Бактерия бар, мінекей осыны барлығын четко қылып жинақтап шығып жатырмын. Одан кейін өзіміздің курстағы оқушылардың бәріне тарататын боламын. От души, мамыр ұбытыға дейін пайдаланасыңдар. Вот айтуған соны істеп жатырмын қазір. Бейтіп ашып қараған кезде, мынау ғой деп айтатындай. Бұл тік төртбұрышқа ғана қатысты. Егер шаршы болатын болса, оның мен TikTokта көрсеткен бір четко бір есебім бар. Егер ол керек болатын болса, қазір сендерге айтып кетем. Қара, шаршыныкінде өз жерде ескерте салайыншы, қара. Бірінші біреу ғой, бір екі жаққа да қайталанып жатыр, сонда ол бірдің квадраты дейсің. Келесі мынау бізде 2 бар, 2-нің квадраты. Мына жерде бізде 3 рет бар, демек 3-тің квадраты. Мына жерде бізде 4, плюс 4-тің квадраты. Мына жерде 5 бар, демек плюс 5-тің квадраты. Осының барлығын квадраттап қосып шығасын, есебің шығады. По-моему, 55 шығады квадраттап қосып шығасын. Иә, жұмысқа байланысты есептерде бар. MC тарих мектебі деген TikTok. Соған кіріп ал, мен осындай есептердің шығару жолдарын сол жерге салып отырмын. Жалпы былтыр бастаған ол TikTok каналда. Былтыр нағыз ұбытының кезінде көп видеолар салған осылай. Нағыз ұбыты да келген. Енді қазір тарих мектебінің оқушылары үшін арнайлап сабатыр. Так, мынау түсінікті ма? Ой, бұл уже біраз уақыт болып қапты ғой. Кеттік онда ары қарай. Кеттік. Барынша азайып баратыр қой. Келесі бөренелерге қатысты есеп. Тіркеліп алайық. MC тарих мектебі тіркеліп алайық. Бөренелерді 52 рет арамен кескенде 72 бөлік шықты дейді. Бастапқыда барлығы неше бөрене болған дейді. Көрдіңіздер ме? Бастапқыда барлығы неше бөрене болған дейді. Бұл есептің де мынандай бір әдемі бір формуласы бар да, соны білсеңдер болды. Бұл есеп тук-тук-тук шығып кететін есеп. Қара. Бөренелерді 52 рет арамен кескенде 72 бөлік шықты дейді. MC тарих мектебі деген, оны да тіркеліп алсам болады. Instagram аккаунтта бар. Қара.
арамен kesкен кезде дейді. Мұқият болыңдар. Бөренелерді арамен kesкен кезде бізде мынандай формула бар. Бірінші, кесу саны тең болады. Бөлік саны азайтылған бөрене саны. Енді бұны мен әріппен жазып көрсете алмадым. Мен чотка сіздерге берілген мәселелер бойынша көрсетіп жатырмын. Кесу саны менде бар, 52 рет кескен. Бөлік саны бар, неше рет бөлінген? 72 рет бөлінген. Содан азайтатын болсам, бастапқы бөренелердің санын бізде барлық кесудің саны шығады екен. Түсінікті ма? Сонда бізде қандай жауап шығады? Мінекей. 52 тең болады 72 азайту x. Яғни менде бөренелердің саны белгісіз ғой. Енді не істейміз? Топтаймыз. Демек 52 азайту 72 тең минус x-қа. Енді x қап кетті. Сонда мына жерде минус 20 тең болады минус x-қа. Екеуінде де минус па? Чисто тастап кетеміз. Прощай деп. Сонда 20 тең болады x-қа. Сонда бізде жалпы неше бөрене болған екен? 20 бөрене болған екен. Мына формуланы алып алыңыздар. Осы кесуге байланысты көп оқушы осы есептеген кезде не істеймін деген бар. Ал енді қатты ойланбаған оқушылар 72-ден 52-ні азайтып тастаса дұрыс шықты. Ал енді ғылыми түрде шығаратын болсақ, мінекей осы бір формула сіздерге көмекке келеді. Қалай, түсінікті ма? Жігіттер, қыздар. Кеттік онда, ары қарай. Так, әкесі мен баласының екі ағаштың ара қашықтығын ағаштың өлшеулері келіп, дейма не дейді? Әкесі мен баласы екі ағаштың ара қашықтығын қадамдап екен ғой. Өлшеулері келіп, бір уақытта бір ағаштан бастап өлшеуге шықты. Әкесінің қадамының ұзындығы 70 сантиметр, баласыныкі 56 сантиметр. Егер олардың іздері бастапқы тұрған орындарынан есептемегенде 10 рет беттескені белгілі болса, екі ағаштың арасы қашықтығы қандай болды дейді. Мына есептің басын оқып атқанда, уже аяғы естен шығып жатыр. Аяғын оқып атқанда, басы естен шығып жатыр. Енді, бұндай есептерді оңай шығару үшін екі ағамал керек. Бірінші, ең кіші ортақ еселігін табу керек, қадамдардың неше рет беттескендігі керек. Все, шығады. Есеп қорқынышты, бірақ оның оңай шығару жолы бар да. Биылғы жылы осы есеп кеп жатса, ертең қаңтар роботыда, сол есеп еді ғой дейсіңдер. Бірінші, ең кіші ортақ еселік деген бар бізде. Осыны табу керек. Ең кіші ортақ еселік қандай сандікі? 70 және 56 деген сандікі. Енді ең кіші ортақ еселікті көбі үйреніп қалған 70 деп бейтіп жіктеп жібереміз, 56 деп бейтіп жіктеп жібереміз деп та. Ең кіші ортақ еселік. Ал енді мен сендерге ол тәсілмен емес, дәл басқаша бір жеңілдеу тәсілмен үйреткім келіп жатыр. Мұқият тыңдаңдар. Ай, шығып кеткендер өкініп қалатын болды. 70 және 56 деген санды чотка осылай жазып аламыз. Дәл осылай мен үйреткен форматта жазып алыңдар. Ары қарай, бірінші сұрақты былай қойыңдар. Бұл екеуі нешке бөлінеді? Любой бір сан айтыңдар. Бұл екеуі нешке бөлінеді? Просто сұрақ қойып жатырмын сендерге. 70 және 56 нешке бөлінеді? 7-ге бөлінеді. Тамаша, 7-ге бөлінеді. Мына жерде 10 болады, мына жерде неше болады менде? 8 болады. Молодец. Сөйтіп, ары қарай бетіп жалғастырамын. Өйткені 10 мен 8 де бірдей санға бөлінеді ғой. Тағы да сұрақ қоямын. Енді 10 мен 8 нешеге бөлінеді? 10 мен 8 молодец, 2-ге бөлінеді. Сонда мұнда 5 болады, мұнда қанша болады? 4 болады. Енді ары қарай 5 пен 4 бірдей санға бөліне ме? Жоқ, бөлінбейді. Дәл осы сұраққа жеткен кезде, жоқ, бөлінбейді деген сұраққа жеткен кезде, мен оның мынау жанындағы 4 санды бір-біріне көбейтемін. Осы 4 санды бір-біріне көбейтемін. Кәне 7, 2, 5, 4 көбейтіп жіберсек қанша болады? Қанша болады? 280 болады. Молодец. Демек, әкесі мен баласының қадамдары әр 280 сантиметр сайын беттесіп отырады да. Ал енді сұрақ, неше рет беттесті?
10 рет. Бастапқыны есептемегенде 10 рет. Сонда осы 280-ді көбейтемін 10-ға. 2800 сантиметр шығады. Ал енді бізде жауапты метрмен сұрап тұр. Жай ғана 2800-ді бөліп жіберемін нешеге? 100-ге. Сонда менде 28 метр шығады екен. Демек, екі ағаштың арасы қанша метр екен? Бар жоғы 28 метр екен. Көрдіңдер ме? Бұл есепті оқушылар оқып атқан кезде ё-майо деуі мүмкін да, бірақ есептің шығару жолы өте оңай екен. Түсінікті ма, жігіттер, қыздар? Түсінікті ма? Так, сонымен тағы да бір жарнама. Сонымен математикалық сауаттылық курсы 40 000 теңге. Дәл қазір осы жерде скриндап алып, мен тіркелгім келеді деп, нұсқадағы админге жазсаңдар, айым куратор бар, сымбат бар, соған жазсаңдар, одан да жеңілдетіп береді. Сендер үшін арнайы. Түсінікті ма? Осы неге басталған? 280 қалай шықты дейді? Ойбай, Нұрбану, қалай шыққан? Мінекей мына жерде көрсеттім ғой мен. Видео талдауды жақсылап бір қарап жібер, жақсы ма? Келесіде жіберіп қоямын. Ал енді Қазақстан тарихы мен математикалық сауаттылықты бірге алатын болсаңдар, онда бар жоғы 110 000 теңге. Ол жерде бізде нелер кіреді? Математикалық сауаттылықтан 24 видео сабақ. Аптасына 2 рет дәл осылай практикалық сабақ өтеміз. Нұсқа талдауымыз бар, сырласуымыз бар, қосымша тесттеріміз бар. Ең бастысы, жылдың соңына дейін бірге боламыз. Практикалық сабаққа жылдың соңына дейін қатысып отырасың. Міне сондай мүмкіндік алып қойдық. Менде мысалы 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші ағымдар уже бітіріп кеткен, бірақ олар да практикалық сабақтарға қатыса береді. Қазір уже бізде бүгін басталып жатыр 21-ші ағым. Келесі аптада біз уже 22-ші ағымды бастаймыз. Соған қосылыңдар. Қаңтар ұбт-ға дейін бірге болып, нәтижені көтеріп тастаңдар. Жақсы ма? Жақсы ма? Жігіттер, қыздар, мінекей, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Қазір микрофонды қосып қоям. Қандай да бір сұрақтарым болса, айта отырыңдар. Тыңдауға дайын. Микрофон қосулы. Тыңдап тұрмын.